Mazda MPV автокөлігіне кілт жасаған болатынбыз. Кілт емес, чип жасаған болатынбыз. Көлік 3 ай 4 айдан бері тұрған. Осындай MPV. Иесі қысқаша айтқанда қызбайды дейді. Әкеліп тастаған электрикке осы 2 күн бұрын. Сосын қарап электрик тексерген. Бізде Ахмет деген электрик. Номерін берерім. Осы кісі стартер, генератор, вентилятор, жаңағындай стеклоподъемник сондайларды жақсы қарайтын электрик. Мына жігіт қазір астына номерін қойып кетерім. Кілт мен мына чипін қойып берген болатынбыз. Чип осында. Тексеріп көрейік. Негізінде чипі мына жерге тұрған ғой, бірақ түсіп қалғаннан кейін қызбай алған. Көрейік, кілтті аштық. Көлік қызды. Тағы да бір тексеріп жіберейік контрольді. Көлік қызды. Чип болмаса көлік қызбайды. Стартер тек қана айналып тұра береді. Иммобилайзер бізде мұны осы маңда орналасқан. Мына жерде тұр иммобилайзер. Асылып тұр. Осы иммобилайзер міне. Осының ішінде чиптің памяті бар. Жазып, жаңа чипке көшіреміз. Осылай міне Mazda MPV-дің тарихы осымен бітеді.